Саламатсыздар ма? Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пән оқытушысы Кубаева Жеңіс Алибековна. Электр желілерінің электр жабдығын эксплуатациялау, жөндеу және реттеу пәнінен сабақ тақырыбы жоғарылатылған кернеумен кабель желілерін тексеру және сынау. Барлық жоғары вольтты кабельдер сымдар мен оқшаулаудың тұтастығын тексеру мақсатында жоғары түзетілген кернеумен тексеруден өтуі керек. Пайдалану кезінде, тозу процесінде де, зауыттық ақаулардың нәтижесінде де оларда әртүрлі ақаулар пайда болуы мүмкін. Бұл бұзылуды, балқуды және желінің істен шығуын тудырады. Жоғары кернеумен тексеру жоғарғы вольтты желілерде ақаулардың келесі жалпы түрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Олар жерге қосусыз үзілген жерлер, бір немесе бірнеше өзектердің жерге тұйықталуымен үзілуі, тұтас талсымдарды жерге тұйықтаумен бір немесе бірнеше талсымдардың үзілуі, оқшаулағыш жабынның қартаюы немесе металл қабықтардың коррозиясы нәтижесінде пайда болатын тамырлар арасындағы қысқа тұйықталу, механикалық зақымданулар, май толтырылған кабельдерден майдың ағуы, зақымданудың басқа түрлері, оның ішінде оқшаулау тұтастығының бірнеше бұзылуы немесе кабель бойындағы өзектердің үзілуі. Кабельді пайдалану барысында сыртқы жағдайларға қарамастан оның қартаюы және тозуы орын алады. Сондықтан сынықтардың болуын мерзімді тексеру жоғарғы вольтты желілердің барлық түрлері үшін міндетті болып табылады. Барлық осы ақаулардың ішінде бір фазалы зақымданулар жиі кездеседі. Олардың бір өткізгіш сымдары кабельдің экрандау қабығына жабылады. Интерфазалық бұзылулар барлық зақымданулардың 20%-ын құрайды. Егер біз осындай ақаулардың пайда болу себептерін қарастыратын болсақ, онда мыналарды бөліп көрсетуге болады. Олар жобалау қателері, зауыттық ақау, төсеу кезіндегі механикалық зақымданулар, муфталарды орнату кезіндегі бұзушылықтар және пайдалану кезінде кабельдің зақымдануы. Қалай болғанда да жұмыс кезінде кабельдің бұзылуын болдырмау және оның зақымдалуын уақытында анықтау үшін жоғарғы кернеуді қолдану арқылы сынақтар жүргізіледі. Сынақтардың бірнеше түрі қарастырылады, солардың біріншісі кабельдің оқшаулағыш қабығының кедергісі. Бұл жағдайда өлшеулер кернеуі 2000 жарым вольт тоқ беру кезінде мегаомметрдің көмегімен жүргізіледі. Бұл ретте кедергі 1000 вольтқа дейінгі желілер ішінде кемінде 500 килоом, ал 1000 вольттан жоғары желілер үшін кемінде 10 мегаом болуы керек. Кабельдік оқшаулаудың кедергісін өлшеуді желіні ұлғайтылған кернеумен тексергенге дейін де, кейін де жүргізу ұсынылады. Келесі сынақ түрі бұл шамадан тыс кернеу беру арқылы тексеру. Бұл жағдайда ағып кетудің ілеспе тоқтарын өлшеу жүргізіледі, олардың сипаты мен фазалық асимметриясы анықталады. Бұл әдісті қолдану кабельдің тұтастығы мен біркелкілігін мегаомметрге қарағанда дәлірек тексеруге мүмкіндік береді. Оны бастамас бұрын кабельдің қабығын, сондай-ақ сыналатыннан басқа оның барлық өзектерін жерге қосу жүзеге асырылады. Желінің жұмыс кернеуіне және оның оқшаулау материалына байланысты жоғарғы кернеудің мәні, сондай-ақ тесуді анықтау үшін оны беру уақыты әртүрлі болады. Егер сыналған кабель басқасына параллель орналасса, онда оны фазалау керек екенін есте ұстаған жөн. Ол үшін жұмыс кернеуі кабельдің бір ұшына беріледі, ал екінші жағынан олар оны өлшейді. Тексерудің келесі түрі маймен толтырылған желілерді бақылау. Онда сұйықтықтың бір қатар өлшемдері жүзеге асырылады. Олар жұмыс сипаттамаларына сәйкестігі және еритін немесе ерімейтін газдардың болмауы. Суретте көріп отырғандарыңыз маймен толтырылған 3 фазалы күштік кабель. Сынақ жүргізу үшін 2 шеті жерлендірілген және жоғарғы кернеу беру арқылы сынақ жүргізілуде. Жоғары вольтты желінің тұтастығын тексеру омметрдің көмегімен де жүзеге асырылуы мүмкін.
Мұны тексеру үшін тылсымдардың біреуін анықтаймыз және оған қатысты одан әрі өлшеулер жүргізіледі. Сондай-ақ тамырдағы ток күшінің таралуы өлшенеді. Бұл ретте кабель ақаусыз болған кезде біркелкі емес, шамасы 10%-дан аспауы тиіс. Суретте сынақ жүргізуге арналған омметр аспабы көрсетілген. Жұмыс кернеуі 20 киловольттан басталатын кабельдік желілерде электр сыйымдылығының мәні анықталады. Бұл көпір тізбегін пайдалану арқылы немесе вольтамперметр көмегімен жүзеге асырылады. Суретте амперметр, вольтметр әдісі қолданылғандығы көрсетілген. Пластикалы оқшаулаудағы жоғарғы вольттық кабельдер 1 минут ішінде жоғарғы түзетілген кернеуді беру арқылы тексеріледі. Кабельдік желілерді сынаудың белгіленген мерзімдері болады. 35 киловольтқа дейінгі желілер алғашқы 5 жылда жылына 1 рет, алғашқы 5 жылдан кейін олқылықтар байқалмаса, сол сызықтар 2 жылда 1 рет тексеріледі. Дәл сол сызықтар сынақтар байқалған жағдайда жылына 1 рет тексеріледі. Егер де олар жабық учаскелерде орналасса, 3 жылда 1 рет тексеріледі. 110-нан 220 киловольтқа дейінгі желілер үшін бірінші рет пайдалану басталғаннан 3 жыл өткен соң, содан кейін әр 5 жыл сайын тексеріледі. Барлық сынақтарды өткізгеннен кейін кабельден қалдық зарядты оның өткізгіштерін жерге қосу арқылы алып тастау керек. Қорыта келе, жоғарғы кернеумен тексеру кабельдік желідегі кез келген ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Ток өткізгіштеріне де, оқшаулауға да қатысты. Есте сақтайтын нәрсе, сынақтардан кейін желіні жерге қосу арқылы қалдық кернеуді алып тастау керек. Назарларыңызға